Саусақтарыңызды аямай лайк басып тастаңыздар. Лентаға көбірек шығып жаңағы тұруға жақсы. Мына бізде де анау билікте жоғары жақта анау даңғарадай Назарбаевтың ана парақорлықпен салған мешіттер бар ғой. Анығында ол мешіттер парақорлықпен салған мешіттер, және оларға түсетін теңге 100 миллиондап түсетін теңге ол бизнес көзі болып тұр. Bir кезде Назарбаев 3000 мешіт салып кетті. Соны халықтың бәрі ойлайды, ойбай, енді әр кімде-кім жер бетінен бір мешіт тұрғызса, Құдай оған жәннаттан бір сарай тұрғызады. Енді басқа адамға тұрғызады, Назарбаевқа жәннаттан сарай тұрғызбайды. Себебі Назарбаев қанды қол, қанышер ол. 3000 мешіт емес, ол 3 миллион мешіт тұрғызса да оған жәннаттан сарай тұрғызылатын адам емес ол. Ол қанышер. Ол қанышер, кәдімгі екі қолы қазақтың қанынан малын. 30 жылдық қазақтың ырыздығын ұрдады. 30 жылдық ырыздықтың ұрдады. Қазақтың өсірмей, көктетпей ұстап отырды. 100 мыңнан мүмкін, жарты миллион мүмкін, 1 миллион қазақ түрмеде отыр. Түрмеден отырып шыққан қазақтың бәрі өмір бойы жұмысқа жарамайды. Жұмыс істеу құқы жоқ. Тауық ұрлаған қазақты 10 жылға, 7 жылға соттады. Кісі өлтірген қазақты 3 жылға соттады. Бүкіл қазақ қоғамында әділеттікті орнатты. Bir halal дән жеген қазақ барсың ба? Соны айтшы. Bir халалдан табыс тауып дән жеген қазақ барсың ба? Соны айтшы. Бүкіл қоғамда парадан жүре алмайтын қылып тастады. Сол ең соңында мешіт салды. Мешітті неге салды? Екі мақсатпен салды. Бірі қазақтарды сол жаңағы құлшылдыққа, патшаға қарсы тұрма, ойбай деп, патшаға қарсы тұрма деп сөйтіп қазақтарды идеологиялық улау үшін, меңгеру үшін салды. Ол бір Құдайға жағайын, жаратушыға жақындайын деп салған жоқ ол мешіттерді. Қазақтарды меңгеруге жақсы. Мына жақта телевизор, газет, радио арқылы меңгереді. Сосын ұлттық қауіпсіздік, полиция, сот, прокуратура арқылы түрмемен күшпен меңгертеді. Армиясы ол тұр. Мына жағынан банкпен, кредитпен қысып, еңсесін көтертпей, оны меңгереді. Енді азғантай жаңағы қылмыс жасамайтын, анау мынауға бармайтын, бір жерін бопсалайын десе, бопсалауға келмейтін, ешқандай бір жерінен бәле таппайтын, бүйтіп қалған мұсылмандарды қайтеді. Мешітке бергелікте оның басына жаңағы идеологиялық есірткіні ұрады ғой. Патшаға бағын, тәуба шүкір де, таңертең орныңнан аман сау тұрсаң, тәуба шүкір де, субханалла де, алхамдулилла де, болды. Жаңағы сен осы күніңе тәуба де, жаңа қалтаңда 5 теңгең болса соған тәуба де, болды. Ойлама, басқа нәрсеге басыңды қатырма. Басыңды қатырма, тағдырыңа мән бер, болды, өстіп жүре бер. Сосын күні түн ана телеарналарды ашып қояды. O da басқа тәрбие айтылмайды, не садақа туралы айтады, не бітір зекет туралы айтады. Ол салық комитеті. Қазақтың салық комитеті онсыз да бизнесмен кәсіпкерлерді базар жағалағандардың қанын сүліктей сорса, кредитпен банктер бүкіл қазақтың қанын сүліктей сорса, енді келіп ана мешіт, ана қалың момын қазақтардың ақшасын сыпырады. Анау Астана, Алматыдағы дәу мешіттердің бір жұмада түсетін ақшадары 100 миллиондап түседі. 100 миллиондап түседі. Ал былайғы қазақтар шер асқа киер киімге жармай жүргенде, молдекеңдер бірі кеңірдектесіп анады. Кеңірдегін жұлып анады. Мешітте отырып алып, мұхтарам жамағат, мынау мүбарак айларыңызда, мынау қасиетті оразадарыңызда, Рамазан айында, мұхтарам жамағат деп отырған сол молдекеңдерің ана садақаға бірі кеңірдегінен қырылып, қысып, өліп қала жаздайды. Оның бәрін біз білеміз, оның видеосында көргенбіз оның. Сондықтан бұл кәдімгі қазақ халқын ұстап бағындырып отыру үшін салған мешіттер, ол Құдайдың разылығы үшін салған мешіт емес. Әрине анау ауылдағы бір кәсіпкер, малшы қазақ салған, ауылдағы анау бір 50 адам сияқты мешіт, ол Құдай разылығы үшін салған мешіт. Ана бір ауылдың бұрышында қыстың күні көмірді бірде тауып, бірде таба алмайтын, имамына бірде жаңағы бір ай имам болғанда бір айда бір 5000 теңге садаққа түспейтін сондай мешіт, және оны салған бір кәдімгі малымен ба, егісімен ба, байыған байекең салдырса, немесе біреулер бір туыстар бірігіп 5-6 ағайын салса, ол мешіт енді Құдайдың разылығы үшін салған мешіт. Бірақ мынау даңғаратай, ана көрген адам шошитын, ана дәу жерді алған, оның бәрі Назарбаев және оның әулеті салғандар, олар Құдайдың разылығы үшін емес, біріншісі идеологиялық, екіншісі одан ақша түсіп отыр.
Одан ақша түсіп отыр. Одан түскен ақшаны заводтан түсетін ақшадан жақсы әлде қайда. Заводтан түскен ақшадан ол шошиды ғой. Кім жеп қойды? Кассир жеп қойды ма? Бухгалтер жеп қойды ма? Ананы жеп қойды ма? Анада кәдімгі жәшікке түсіп отыр ол. Жәшікке түсіп отыр. Міне. Сондықтан қалың елім, қазағым, дін бөлек. Дін бөлек. Мен имамдарды сындасам, молдаларды сындасам, ана ауылда жүрген ана өзі Талдықорғанның ана адам бармайтын, қуған ит айдаған есек бармайтын ауылында жүрген бір молда бауырым жылап маған, аудиомен жылап отырып, Субханалла деп отырып маған жаңағы өтініш айтыпты. Аға, өйтіп молдаларды сындамаңызшы, біз мына халықты жаңағы өтенін жуғанды үйретіп жүрсек, ашамайын жуғанды үйретіп жүрсек деп тұра дауысы жарқшақтанып жылап отырып, мен сізді жақсы көрем ғой дейді. Сіз менің пәлен туысымды құтқардыңыз дейді. Сол үшін жақсы көреді екен. Бірақ сіз мына молдаларды сындамаңыздаршы. Шындықты айтпасам мен қайтып Құдайға жағам. Мен шындықты айтпасам, мен маскаларды жыртпасам, мен сол молдаңда, мен молда екен болды қанәлі деп, мен де отырайын ба? Ол молда ертең тозақты өртенетін молда болсашы. Ертең ол тозақта шырылдап, Назарбаевпен бірге Құдай, жаңағы періштелерді, Құдайдың қолында демеген, періштелер бір қолында бір шашлық қып, Назарбаевты көтенінен аузына дейін темір шаш тығып ап, екіншісіне сол молдаларды тығып ап, екеуін ана тозақтағы жүрегінен мейірім алынып тасталған, жүрегінден мейірім мен махаббат алып тастаған тозақтың періштелері екеуін шашлық қып, параллель өртеп отырсашы. Ал не дейсің? Ал не дейсің оған? Молда екен деп оған қарамайды. Оған молда екен деп қарамайды. Сондықтан міне жерде дін, біз дінді қабылдадық. Біздің ата-бабамыз 9-10 ғасырда дінді қабылдады, Бірақ біз қабылдаған дін Құдайдың жіберген елшісінің діні. Мына қазіргі билік басында отырған сұмырайлардың діні емес. Олар мына дінді менің мына шапаным құсап, жамылып алды кәдімгі бит. Жамылып алды дінді. Соны субханалла деп жетті. Біздің қабылдаған дініміз жаратушының қасиетті кітабын түсіріп, және өзінің ең сүйікті құлын жіберген дінді қабылдадық. Ол діннің өкілі мыналар емес, естеріңізде болсын. Біз сол шексіз жаратушыға құлшылық жасаймыз, Ол біреу, ежелден бар, мәңгілік, теңі жоқ, теңдесі жоқ, ұқсасы жоқ, серігі жоқ, уақытпен өлшенбейтін, кеңістікпен өлшенбейтін біреу. Және біздің санамызға сыймайтын. Өзі айтқан сипаттарымен ғана білеміз болды. Ал сол жаратушының діні ол қазіргі Саудияның билігімен қатысы жоқ. Египеттің жаңағы шырылдатып ұстап жатса, Құранын оқып көрмеске салып, құлағын тығып алып, ағузу биллахи деп отырғандарымен, олармен қатысы жоқ. Мына біздің мына даңғарадай қылып мешітте салдырып қойған біздің ұрғары қарақшылармен мына жағынан арақ сатып, мына жағынан 10 мың қазақтың қызын жезөкшелікке шетелге жіберіп, Түркияға 5 мыңын жіберіп, оны ертең Дубайға жіберіп, одан алып, оның ар жағында басқаға жіберіп отырған мынау біздің жезөкшелерден ақша жасап отырған жоғарғы биліктегілердің барлығы сол ең соңында қайтты, өтіріктен сондай нәрсемен айналысып кетті. Сондықтан мұсылман болу бөлек, басқасы бөлек. Мен халқыма, қазағыма ақиқатты осылай жеткізгім келеді.